Халық арасындағы тәмсіл бар. Адам екі зат таңдағанда қателеспеу керек. Біріншісі өзіне мамандық таңдаған кезде, екіншісі өзіне жар таңдаған кезде. Осы принцип дебат әлемінде де бар, бірақ сәл басқаша жүреді. Дебатер екі заттан қателеспеу керек. Біріншісі ол өзіне баратын турнирді таңдаған кезде, екіншісі өзіне спикер таңдаған кезде қасындағы, яғни тиммейт таңдаған кезде қателеспеу керек. Негізінен командалас әріптес таңдау негізгі екі принцип бойынша бағаланады. Біріншісі, бір-бірлеріңізді қаншалықты толықтыра аласыздар, екіншісі, бір-бірлеріңізге қаншалықты ыңғайлысыздар. Сәл тереңірек үңілетін болсақ. Бірінші, толықтыруға байланысты. Толықтыру осы үш формада жүреді. Бірінші, функционалды толықтыру. Егер де сіз ойында аргументтермен фрейм беруді жақсы игерген болсаңыз, сіздің әріптесіңізде де осы скиллдардың болуы, ол эффективсіз болып табылады. Ол керісінше көбірек ребатл, тағда болмаса анализ жасауға көбірек бейім адам болатын болса, осы дебат раундында сіздер бір-бірлеріңізді толықтырасыздар және де әртүрлі командаларды ұтуға деген мүмкіндіктеріңіз көбейетін болады. Екіншісі, позициялық толықтыру. Адамдар алдын ала көп затты анықтап алу керек. Сол кездерде командаласыңыз туралы көбірек білгендігіңіз өте қатты пайдалы болады. Яғни 15 минуттық дайындықты эффективті пайдалану үшін кімнің бірінші шығатындығын, тағы да сол сияқты заттарды анықтауға емес, көбірек тақырыпқа үңілуге, осы 15 минутты сол затқа көбірек арнайтын боласыздар. Үшінші толықтырудың формасы ол ақпараттық базалық толықтыру. Мысалы, дебат әлемінде көбірек үш бағытта тақырыптар кездеседі: саяси, экономикалық және де әлеуметтік тақырыптар. Осы кездерде екеулеріңіз де саяси тақырыптарды жақсырақ меңгерген болсаңыздар, бір раундтарда жеңіске жету мүмкіншіліктеріңіз өте көп болады. Алайда дебат ол тек бір раундтан ғана тұрмайды, ол үлкен турнир болғандықтан да әртүрлі салаларда, әртүрлі тақырыптарды қамтамасыз ететін бірнеше раундтардан тұрады. Сол кездерде басқа раундтарда, экономикалық раундтарда ұтыла беру мүмкіндіктеріңіз бар. Сол себептен де өзіңізге командалас таңдаған кездерде ол кісінің басқа салаларды көбірек игергендігін және де сіздің де басқа салаларды көбірек игергендігіңіз өте қатты маңызды болып табылады. Бұл ақпараттық толықтыру болып табылады. Үшіншісі, ыңғайлылыққа байланысты. Психологиялық ыңғайлық ол сіздің әріптесіңіздің темперамент бойынша сай келуі, болмаса өзіңізге ұнамды жағдайлардың болуына байланысты сай келу болып табылады. Осы кездерде сізге сабырлы адамдармен ойнаған ұнауы мүмкін, болмаса энергетикалық активті адамдармен ойнауы мүмкін. Сол себептен де осы таңдау бойынша алдын ала әріптесіңізге критерий қойып таңдап алуларыңызға болады. Үшіншісі, режим бойынша. Екіншісі ол режим бойынша. Режим, яғни екеулеріңіздің де турнир алды дайындық барысында бөлетін уақыттарыңыз бірдей болу керек, және де ниеттеріңіз бірдей болу керек. Осы раундқа дайындалу, осы қарарларға дайындалу барысындағы барлық тырысушылықтарыңыз көбірек сәйкес келетін болса, дебат раундында максималды түрде эффективті нәтиже көрсетуге мүмкіндіктеріңіз бар.